Қыздар, қазір QR кодты қалай аламыз? Android'да соны көрсететін боламын. Android'қа қандай приложениялар керек, соның бәрін көрсетіп қоямын. Енді, например, жаңағы жібереді ғой бізге, аудиосын, видеосын жаңа жібереді. Соны QR кодқа айналдыру керекпіз, иә. Неке аудио жіберді. Үстін басасыздар да, поделиться дегенді басасыздар. Сосын Яндекс Дискке жібересіздер. Яндекс Дискке жібересіздер. Загрузить дейсіздер. Менде уже загрузка жасалып тұр. Я загрузить дейсіздер, загрузка болады. Мен загружать етпей ақ қояйын, менде уже ішінде тұр. И Яндекс Дискқа кіреміз. Так, неке біздің аудиомыз тұр. Енді аудионың үстін басасыздар, осылай выбирать етіп, отмечать етесіздер. Сол кезде мына жерде самолет тұрады и поделиться деп тұрады. Сол поделицаны басасыздар и поделиться ссылка деген шығады, соны басасыздар. И ссылкасын копировать деп тұр, соны скопировать етіп аласыздар. Енді шығамыз бұл жақтан. Сөйтіп, неке сканер QR кодов дегенді басып аласыздар. Осылай шығады, сразу кірген кезде. Бұл бізге керек емес, бұл жаңағы QR оқитын. Үшінші кнопканы басамыз. Осында нелер шығады, жаңағы разделдар. И төртінші QR генераторға кіреміз, бізге осы керек, QR шығарып беретін. И сразу сайтқа жібереді бізді. Осы сайтта біз неке видите ссылку деп тұр, жаңағы копия жасалған ссылкамызды аламыз да қоямыз осы жерге. Үстемізден неке ештемесі баспайсыздар, мынау стрелка тұр ғой, загрузка деген, соны басасыздар. Сосын мына жерде PNG, SVG, Apps деп шығады, PNG-ны басасыздар. PNG керек бізге. И скачать дейміз. Загрузить дейді, да дейсіздер, загрузка жасайсыздар. Все, загрузка болды. Біз қай жерде тұрады неке? Галерея кіргеніңізде загрузки деген жерде тұрады. Осы жерде бассаңыз, QR кодыңыз тұр, осыны пайдалана бересіздер. Так, енді Android'да қалай тексереміз, QR-ны, сканер QR-ға кіреміз. Сосын осы сразу шығады сканировать деген. QR-ға апарамыз, өзі сразу біздің Яндекс Дискімізді ашады. Сол жақтың ссылкасын берді, сөйтіп открыть ссылканы басады, сол кезде аудиомыз шығады. Все, бәрі дұрыс жасадық.